Әріптестер, осылай PowerPoint ашқанда заголовок слайда тұрады. Осының ішіне басып, мінекей, шетінен басып, удалить дегенді басамыз. Екіншісінде дәл солай удалить басамыз. Енді біз жоғары жағына барып, дизайн таңдаймыз. Қарапайым дизайнды таңдай салайық. Осындай көк түсін таңдайық. Енді біз топқа бөлу әдісін жасап жатқаннан кейін жоғары жағынан вставка надпись дегенді басайық және зонасын таңдап алайық. Енді қою көк түсті таңдап алайық осы жерден. Және де өзімізге үйреншікті шрифт Times New Roman деген шрифтті таңдап алайық. Енді жирныйға қойып, капслокты басып, қазақшаға аударып, тырнақшаны тауып, бір шаңырақ астында деп тақырыбымыз таңдап алайық. Қазір 5-ші сыныпта бізде бір шаңырақ астында тақырыбы жүріп жатыр. Қазақстан халқының музыкасы. Сол тақырыпқа пайдаланғанға топқа бөлу жасайық. Енді бұл жерге біз мен сіздерге флешкамен берген картинкаларды орналастырайық. Мінекей қазақ тобының суреті, Азербайжан тобының суреті және орыс тобының суретін кезек-кезек орналастырайық. Осылай оң шетіне орналастырып көрейік. Әдетте сіздер қалай өз фантазияларыңызға қарай өздеріңіз білесіздер, қалай орналастырсаңыздар да. Ол жоғары жағына қойсаңыздар да болады, мысалы қатар-қатарынан. Бүгінше дәл осылай жасап көрейік. Бірінші жасап үйреніп алайық. Содан кейін өздеріңіз өз қалауларыңыз бойынша кез келген дизайнмен жасап көре беретін боласыздар болашақта. Енді бұл жерге біз топтардың балаларға да түсінікті болу үшін, өзімізге де түсінікті болу үшін аттарын жазып қояйық. Дәл солай жаңағы вставка, надпись деп жазсаңыздар да болады. Мінекей қазақ деп сыртын заливкасын сары, ішіндегі надписін жасылғып жасадық. Енді қазақ деп жазып алғаннан кейін дәл осы надписті копировать, вставить, копировать, вставить деп 3 топқа да сразу қойып шығамыз да, одан кейін барып атын өзгертеміз. Ыңғайластырып қойып алыңыздар. Мінекей осылайнан өшіріп жаза саласыздар. Мысалы қазақ тобынікі дайын тұр. Енді мына жерді орыс деп, кешіріңіздер, Азербайжан деп өзгертейік. Азербайжан тобы. Осылайнан созылып кететін болса, сіздер бұлай шетін тартатын болсаңыздар, барлығы орнына келеді. Енді әдемілеп орналастырып алыңыздар. Енді 3-ші топты орыс деп атын өзгертіп аламыз. Енді ортаға қойдық. Енді біз бұған нотка таңдайық. Мен сіздерге нотка суретін бердім. Сол нотканы қайтадан орналастырыңыздар. Қазір біз нотканы орналастырамыз. Мінекей бұл-бұландай дәу болып түседі. Сол кезде шетінен тартып, осылайнан кішірейтеміз. Тартамыз, кішірейтеміз. Осылайнан кішірейтіп аламыз. Енді формат дегенді басыңыздар. Мінекей. Және ең шетінде удалить деп тұрады. Фон. Енді қараңыздар, нотканың барлық шеті алынбай тұр. Ішіндегі тор көзді осы нотканың жан-жағына барлығы сиятындай етіп тартамыз. Одан кейін удалить, сохранить, изменение дегенді басып қалған уақытта
көрдіңіздер ма? Фоны барлығы кетеді, және де нотамызды ыңғайластырып аламыз. Нотамызды кішірейтіп аламыз, бала санына қарай қазір көбейтетін боламыз. Ең алдымен біз осы ең бірінші нотаны шай, май, қантын бәрін қосып, барлық функцияларды қосып, ең бірінші дайындап аламыз. Яғни біз міне жан-жағында квадрат тұр. Осыған қазір біз анимация қосатын боламыз. Анимацияны басамыз, жоғар жағында тұр. Возникновениені басамыз, және стрелкасымен төмен қарай түсеміз. Төмен қарай түсеміз. Пользовательский дегенді таңдаймыз. Таңдап болғаннан кейін мышкада осындай қосу знагы тұр. Соны нотадан басып, осылайнан екі рет мышканы басамыз. Мышканы алмай тұрып осылай. Мінекей бізде осындай сызық пайда болды, иә? Енді бас жағы қызыл, төмен жағы жасыл. Осы қызыл стрелканы басқан кезде ақ нүкте пайда болады. Енді бұны направлять ету керек. Мысалға, мына Азербайжан деген картинаны алатын болсақ, бұны область анимациясын таңдап алу керек. Енді осы нотканы бастық, квадрат пайда болды. Енді біз бұған область анимациясын направлять етуіміз керек. Область анимация қарайтын болсақ, бұл бізде екінші сурет деген жазу шықты. Екінші сурет екенін тауып алдық. Енді осы нотаға қайтадан қайтып келеміз дағы, басамыз. Нотаның өзін қайтадан басамыз, квадрат пайда болу керек. Енді бұған триггер қосамыз. Жоғар жағында триггер болады. Қараңыздар, міне нотаны бастық, квадрат пайда болды. Триггер деген жазуға барамыз. Триггерді басып, по щелчкуды басып, жаңағы сурет 2 деген, жаңағы сурет 2 екенін білдік. Сол суретке қазір направлять ететін боламыз. Тексеретін боламыз. Біздің ноткамыз жылжи екен. Показ слайда, анимация, показ слайда, сначалан басамыз. Тексеріп аламыз. Біздің ноткамыз жұмыс жасап тұр ма, жұмыс жасап тұрған жоқ па. Енді дәл осы ноткаларыңыз жұмыс жасап тұр. Енді біз бұл нотаны көбейтеміз. Ctrl копировать, вставить. Яғни қанша штук керек, біздің сыныбымызда қанша бала саны бар, соған көбейтеміз бұл ноталарды. Бірақ та біз бүгін уақытымыз аз болғандықтан, біз қазір 5 жасап алайық. Сосын кейін тағы да 5 жасап 10 штук қана қыла саламыз бүгінше. Енді ноталарды осылай сүйреп, бір-бірден тасып, өзіміздің ыңғайлы жерге орналастырамыз. Осылай әдемілеп орналастырсақ болады. Қазір мен басқаша тағы да қойып көрейін. Төмен болып қалды. Басқаша қойып көрейін қазір. 4-4-тен 8 қылам қазір мен. Ал сіздер әрқайсыларыңыз өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай әдемілеп орналастыра берсеңіздер болады. Осылай әр нотканы копировать, вставить, копировать, вставить деп қоя берсеңіздер болады. Мінекей, мене тағы да енді бір нотка жетіспей тұр. Копировать, вставить. Ctrl-S, Ctrl-V. Енді қараңыздар. Біз қайтадан триггерға басатын боламыз қазір. Триггерға басқан уақытта бұлардың ең басында қойған стрелкалары пайда болады. Орналастырып алдық. Енді біз тексеріп көрейік. Қайтадан ноталарымыз істеп тұр ма? Міне барлық ноталарымыз істеп тұр, жылжып тұр. Енді қыз басынан бастап не істейтін боламыз? Стрелкаларды тексеретін боламыз. Стрелкаларды бағыттайтын боламыз. Сызықшаларды
бағыттайтын боламыз. Триггерға басамыз. Анимацияға бастық. Міне. Енді бұл стрелкалардың қызыл жақтарындағы басын, яғни направляющияларын 2 рет басатын болсаңыздар, ақ нүкте пайда болады. Сол ақ нүктені ұстап тұрып, кез келген бағытқа сүйреуге болады. Осылайнан кез келген бағытқа сүйрейсіздер. Мұны мен орыс тобына былайнан сүйреп апардым. Әр нотаны солай бағытын өздеріңіз қоясыздар. Әр нотаның бағытын осылай өздеріңіз қоясыздар. Қызыл нүктеге апарамыз, 2 рет басамыз, ақ нүкте пайда болады. Сол ақ нүктені сүйрейсіздер. Азербайжан тобына апардым. Әр топқа 2-ден қойып жатырмын. Қызыл нүктеге барамыз, 2 рет басамыз, сол кезде ақ нүкте пайда болады. Сол нүктені сүйреп өзіміздің тобымызға апарамыз, қалаған тобымызға, я. Енді міне 2 нота қалды. Енді соңғы нота қалды менде. Мен бұны Азербайжан тобына апарам. Сонда орыс тобында 3, Азербайжан тобында 3, қазақ тобында 2 болды. Міне біздің шаблонымыз дайын болды. Енді біз бұны тексереміз. Показ слайдовты басамыз. Барлығын реттеп келтіріп алдық. Енді показ слайдовты басамыз. Одан кейін дұрыс істеп тұрма, дұрыс жұмыс жасамай тұрма тексеретін боламыз. Назарларыңызға рахмет.